Біздің үйге түскі асқа келе алғаныңа қуаныштымыз, Флаттершай. Мен де қуаныштымын. Мені де шақырғандарыңызға рахмет. Менің найзағайлармен жұмыстарым бастан асады. Ақыры осылай отырып, демалғаныма қуаныштымын. Мен де зейнетке шыққанда сонымен айналсамын. Айтпақшы, өзімнің бұлттар жинағым үшін екінші үй дайындадым. Менде бұлттар, анаңда гүлдер, сенде жануарлар, ал сенің ініңде... Зефир Бриздің өз қызығушылықтары бар. Оның 4 бұрышты бұлттары жаңа хит болады дегенін естідіңіздер ме? Содан бері оған ақыл кірді. Айтпақшы, Зефирді есіңе түсіргенің қызық екен. Жоқ, олған емес. Бұл ұзаққа созылмайды, қызым. Ол өз аяғынан нық тұрғанға дейін ғана. Тоқтаңыздар, сіздер... Үйге кімнің келгенін қараңыздар. Дұрыс айтасың, әпке, сенің сүйікті әнің. Сәлем, Флаттершай. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Зефир Бриз. Сонымен, менің әпкемнің халі қалай? Әй, қуанбайсың ба? Сүйікті өніңді көргенге қуанышты емессің бе? Мен тек таңғалып тұрмын. Жал терапиясы менің міндетім деген жоқ па едің? Иә, солай, дәл солай. Түсінесің бе? Понилердің жалы көп қиындық көреді. Сондықтан олардың еңселері түсіп, көңілсіз жүреді. Ренжіме, мұндай жағдайда тек жай ғана тарағаннан ештеңе шықпайды. Не боп қалды? Еш нәрсе... Тек олардың өз әлемінде белгілі бір стильдері бар екен. Ал сен мені білесің. Менің өз стилім бар. Олар үшін тым өрескел. Бұл тамаша, балам. Бұл бәрінен жүйрік Рейнбоу Дэш пе? Басталды. Кешір, мен әзілдедім. Мұның бәрін мені таңғалдыру үшін істегеніңді білемін, балақай. Және мені қарсы алғаныңа рахмет. Бұл өте дұрыс. Шынымды айтсам, мұнда көп пони болады деп ойлаған едім. Сенің сауық кешін ұйымдастыратын құрбың қайда? Пинки Пай? Ол мұны үлкен мерекеге айналдырар еді, солай ма? Үйлеріңіздің шаңын шығаратын кез келді. Менің ішім пысты. Өте. Мен... Біз оны жаңартқымыз келбеді. Әке, қойыңызшы. Мен заттарымды алып келгенде, сіздер бұл жердің қандай ескі болғанын тіпті естеріңізге де алмайтын боласыздар. Апа, әке, сіздерді 1 минутқа бола ма? Не болды, қызым? Зефирді үйге қайта кіргізу жақсы ой емес. Екеуіңіз де оған көмектескілеріңіз келеді, бірақ соңғы рет не болған естеріңізде ме? Ол тек өмірде өз орнын табуға тырысып жүр. Иә, білем, бірақ ол жер әрқашан сіздердің үйлеріңіз болып шығады. Ол сіздерді айтқанын істеуге мәжбүрлейді. Біз сен сияқты мықты емеспіз, Флаттершай. Бірақ алаңдама. Біз өз-өзімізге қамқор бола аламыз. Олар бізге сенің қиялыңның шексіз екенін ұнайды және сенің жолыңды бөгемейміз деді. Өз армандарыңның соңынан ер деді. Қандай керемет. Зеф маған жал терапиясы мектебіндегі өзінің сәтсіздіктері мен жетістіктері туралы айтып берді. Олардың өз саясаттары бар. Мен оған шыдай алмадым. 2 аптадан астам уақытқа қалып көрмедің бе? Кешір, әпке. Бірақ маған бір нәрсе ұнамаса, лезде ұшып кетем. Көріскеніме қуаныштымын, Рейнбоу Дэш. Сенің келгеніне қуаныштымын. Бірақ өкінішке орай, мен кеттім. Ұйықтап алғаным жөн. Далада әлі күн жарқырап тұрғанын білесің бе? Білемін, сиеста. Менің бөлмемді жинастырып қоясыздар деп үміттенем. Солай ма, апа? Ұмытып кете жаздадым. Менің заттарым кіреберісте тұр. Әке, оларды ала келіңізші. Рахмет. Сол баяғы Зеф. Ініңді көруге күтпегеніңді білем.
Бірақ сен тым тырыс болып қалдың. Бір түрлі екен. Кешір, бірақ ол кейде ол тым селтеңдеп кетті. Ой, кешіріңіздер. Рейнбоу Дэш! Флаттершай! Бұл мен, Пинки Паймын, сендердің құрбыларың. Ой, кешіріңдер. Біз Флаттершайдың ата-анасының үйіне түскі асқа барып келдік. Ол жақта кімді көргенімізді білесіңдер ме? Әкім Майерді ме? Кренки Дудлды ма? Чез сэндвичті ме? Зефир Бризді. Ақылға қонымды. Түріңе қарағанда үнің ұзақ уақытқа келген сияқты, я? Және ол оның ызасына тиді. Зефир менің інім және оны жақсы көрем. Бірақ ол мына түрімен ешқашан өз бетімен өмір сүруді үйренбейді. Сенің ата-анаң мейірімді болғандықтан, оларды қорғайтын уақыт келді деп ойлаймын. Білесің бе, дұрыс айтасың. Зефир Бриз! О, сәлем. Мына сарайды қалай безендіретінімді көргің келе ме? Қарада, үйрене ғой, балақай. Сен мұнда не білдіріп жатырсың? Иә, мен ескі қоқыстардан арылып, бұл үйді өнер студиясына айналдырамын. Мүсінші боламын деп шештім. Мен саған апамның гүлдерін айтып тұрмын. Апам оларды алып тастайды. Мен мұнда медитация алаңын ұйымдастырам. Ол гүл отырғызғанды жақсы көреді. Солай ғой, апа. Ал әкем мына бұлттар жинағын сен туылмай тұрып жинай бастаған. Мен үшін ең жақсы өндіріс ол менің үлгілерім. Бірақ мүмкін өткенді ұмытқаным жөн болар. Бұлай жайышып келіп, бәрінің астан кестеңін шығаруға болмайды. Бірақ мұнда менің өнер студиям мен медитация үшін ғана жеткілікті орын бар. Оны қонақ бөлмеде жасайтын болам. Мен сіздерді қорғау оңай емес екенін білем. Алайда, Зефир ешқашан сіздердің қолдауларыңсыз өмір сүруді үйренбейді. Әпке, бәрін қимылдатқаныңды қойсаңшы. Апам мен әкем менсіз өмір сүре алмайды, солай емес пе? Солай ма? Менің қолымнан көп нәрсе келеді. Келісем, сондықтан мына жерден көшуің керек. Жақсы, жарайды. Онда қалағандарың болсын. Онда бұл ана мен әкемнің қалауы емес. Олар қаламайды, солай ма? Білесің бе, балам? Біз сені жақсы көреміз, әпкең де дұрыс айтады. Әрине, мен тек сіздердің жандарыңызда болу үшін қайта оралдым. Бірақ отбасым үшін бәріне дайынмын. Мен тек заттарымды жинап алайын. Балам, баратын жерің бар екеніне сенімдісің бе? Әрине, әлемде Бризді жылы қарсы алатын понилер көп. Сонымен, Зефирдің қайда баратын ойы бар? Білмейм. Дұрыс шешім қабылдадым деп үміттенем. Әзілдеп тұрсың ба? 100%. Сәлем! Сенің көршің де мұнда келіп жетті. Жарайды, 70%. Зефир, әкем мен апам сені бөлек шығарған кезде сені мұнда тұрады деп ойлаған жоқ. Бірақ бұл олардың үйі емес. Нақтырақ айтсақ, бұл басқа орын. Менікі дұрыс па, Рейнбоу Дэш? Менен көз алмай қарағаныңды тоқар. Білесіңдер ме? Пинки Пайға көмектесемін дегенім есімнен шығып кетіпті. Бір нәрсені сұрау керек. Баратын жерім бар деп айтып едің ғой? Әй! Жарайды, осында қал. Сен әлемдегі ең керемет әпкесің. Бірге көңіл көтереміз. Менің бір шартым бар. Жарайды, дегенің болсын. Сен өзіңе жұмыс іздейсің. Мені ұрайын дедің бе? Сендерден жақсылық күтуге болмайды. Зефир Бриз! Әзілім ғой. Жұмыс табам. Таң атпай қайда бара жатырмыз? Таңертеңгі күннің жолға қандай зиянды екенін білмейсің сен. Сенің жұмысың туралы айтқанымыз есіңде ме? Ол кеше болған. Мен мұнымен айналсам. Бірақ
мені бір түнде өзіне лайық нәрсе табады деп ойламаған шығарсың, солай ма? Сенің осылай дейтініңді білгем. Мен саған жұмыс таптым. Не? Мына маталарды мынадай түстерге бояу керек. Қалай ойлайсың? Шаман келе ме? Білмеймін. Сен бастай бер. Ал Флаттершай екеуміз қорды толықтырамыз. Сау бол. Іске сәт. Оған жұмысты сеніп тапсырғаныңа рахмет. Оның қолынан келеді деп үміттенем. Маған сен құрбым. Бұдан оңай тапсырма жоқ. Кенепті дысқа батыру керек. Рерити, сен қайтып келдің бе? Сен не білдірдің? Сенің жануарлармен сөйлесе алатын талантың тұқым қуалайды деп ойлаған едім. Сондықтан оларды іске қосуды жөн көрдім. Бірақ жануарлар қабілетсіз екен. Зефир, бұл жұмысты мен саған сеніп тапсырдым. Сен бәрін байғұс орман жануарларына тастап кеттің. Жарайды, саған бір нәрсе ұнамағаны анық. Бірақ бәріне мысығың кінәлі. Маған бұл ойды ұсынған мысығыңның өзі. Маған оның ойы ұнады. Сондықтан, досым, маған сенуіңе болады. Не? Зефир, бұл бассыздық. Мәссаған, менің таланттарым мұнда мүлдем бағаланбайтынын байқадым. Ой. Олар биік екен. Сен дұрыс түсіндің. Бұл сенің жаңа жұмысың. Не? Сен маған ханшайымның үйіне шай ішуге барамыз деген жоқсың ба? Ханшайым мен шай ішуге мен келдім. Ал сен жұмыс істеуге келдің. Ей, доғар! Уайымдама, Зеф, бұл оп-оңай. Бірақ пони барынша биікке ұшып, терезелерді тап-таза етіп жуу тиіс. Ал мен қалай жұмыс істейтініңді қадағалаймын. Мәссаған, Зеф, тамаша. Сен айтқандай оңай екен. Ал Спайк қайда? Жоғарыдамын. Сен жұмыс істеудің орнына қадағалауың керек еді. Мен бақылап отырдым. Содан соң Зефир менен терезелерді тазалаудың әртүрлі әдістерін көрсетуді өтінді. Ей, мен оның орнына бәрін бітірдім. Спайк тамаша басшы. Мен одан тек бәрін дұрыс істеп жатырмын ба деп сұрадым. Флаттершай, қойшы енді. Бұл бар болғаны жұмыс қой. Спайк маған көмектесті. Ал өзің еш нәрсе бітірмедің. Жарайды, жаңа жұмыста еркелей алмайсың деп уәде беремін. Жаңа жұмыс па? Дәл солай, Зефир. Сен менімен бірге барасың. Менімен уақыт өткізу үшін сылтау іздеудің қажеті жоқ, Рейнбоу Дэш. Алдымен ұшып, барлық жерді аралап шығайық. Ар жағын көре жатармыз. Білесің бе, Зеф, біз найзағайлар штаб пәтеріне барамыз. Мен саған бас тарта алмайтын өте оңай жұмыс тапсырамын. Әйтпесе, сені найзағаймен ұрамын. Түсіндің бе? Құп болады. Түсіндім. Тіпті арамыздағы шиеленісті сезіп тұрмын. Сенің құрбың есінен адасқан екен. Ол мені айтқанын істеуге мәжбүрледі. Сұмдық-ай. Не деген сұмдық? Тағы тастап кеттің бе? Қайтадан ба? Қашып кеттім дегенім дұрыс болар. Енді басқа не істеуім керек еді? Тым болмаса бір істі аяғына жеткізуің керек. Өзіңе ұнайтын нәрсені табатын шығарсың. Бұл сенің достарыңа тән нәрсе. Бірақ маған емес. Өкініш орай, Зефир, сен мұнда тұра алмайсың. Жарайды. Онда біздің ата-бабамыз сияқты орманда тұратын болам. Зефир тек өзінің бірезіне арқа сүйей алады. Көңіліңді көтер, Флаттершай. Қалай қиналып жүргеніңді білем. Бірақ сен дұрыс дедің. Зеф, ата-анаңды басынып алғанындай, сені де басынуына жол берме. Иә, дұрыс айтасың. О, сәлем, Констанция. Не? Жоқ. Көрдің бе, Бекфорд? Маған ешкім керек емес. Бізде тамақ, баспана бар. Тек су қайнату керек. Қане, сиқырлы таяқ. Маған ұшқын бер.
Ай, от жағу үшін понидің тағы не істеуі керек сонда? Саған. Оның дербестікке үйрене бергені жөн, бірақ Мен оны мұнда қалдыра алмайым. ол тіпті бүгінде мұнда түне алмайды деп ойлаймын. Флаттершай, сәлем. Мен тек енді ыңғайлана бастап едім. Мұндағы алғашқы түніме дайынмын. Бүгін ауыр күн болды. Дәл солай. Түс, енді болды. Онда менде сиеста. Мен бұлай жалғастыра алмайым. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Зефир, сен ақылдысың, әрі дарындысың. Тырысатын болсаң, қолыңнан бәрі келеді. Менің тырысқаннан ештеңе шықпаса ше. Онда тіпті тырысып көрмеген жөн. Онда ештеңеге қол жеткізе алмайсың. Мені түсінесіңдер деп ойламадым. Сендер сәтсіздікті бастан кешірдіңдер ме? Әрине, сендер көп рет Эквестрияны құтқарып қалдыңдар. Мен де әрқашан қолымнан келмейді деп қорқатынмын. Тек өзісің мен айналысасың, нәтижені ойламауың керек. Сәтсіздік деген сұмдық. Бәрін тастап кету сеніңше дұрыс па? Жоқ. Онда мені тыңда. Мен сені үйіме кіргізем, бірақ айтқанымды бұлжытпай орындайсың. Келістік, айтқаныңның бәрін орындаймын. Тек мұнда қалдырмасаңдар болды. Жарайды, не істеу керектігін өзің де білесің. Солай ма? Көмек сұрап шаршаған кезде бәрін тастап кетем. Әзілім ғой. Бәрі керсінше, мен бәрін түсіндім. Оның қолынан келеді деп ойлайсың ба? Өмірінде бір күмән бар, қашанда понидің. Қынжылдым мен адастым, сезімдерде күшейді. Егер жасасаң қадам, істерің оңға басады. Самғайсың сонда көкте, көкте. Көрінде көк аспанды. Күш салсаң болғанды, жеңдім де сол жолы. Бір мәрте серпілсең болғанда, үмітпен қара болашағыңа, орындалды дей берсеңші арман. Еңсеңді кейде түсіріп, алға мүлде жүре алмайсың. Өз-өзіңді қолға алсаң жақсы, істерің өрге басады. Сенің жолың болады. Өмірінде бір күмән бар, қашанда понидің. Бар күшіңді аяма, талпына бер тек алға. Берілмеспін ешқашанда, уақытым бар болса да. Түсіндім мен мынаны Алға жүгіремін талпына. жүгіре бер талпына. Жүгіремін талпына. Жеңіс менің қолымда. Қолымнан келді, мен аяқтадым. Өзім. Шаш үлгісі де тамаша. Сенің қолыңнан келетінін білгем, Зефир. Ал мен сенбедім. Енді білетін болам. Маған сеніп қолдағаныңа рахмет, әпке. Бұл әпкенің міндеті. Сонымен, Зеф, бір істі аяғына дейін жеткіздің. Енді не істейсің? Қалағанымның бәрін. Қалағанымша дами аламын, солай ма? Бірақ дұрыс айтасыңдар. Әрбір қадамымды асықпай басқаным жөн. Шай мырза мен Шай ханым, кешкі асқа шақырғандарыңызға рахмет. Бәрі әдеттегідей өте дәмді. Зефирді жалғыз қалдырып кетпегенің үшін саған рахмет, қызым. Сен оған ұзақ уақыт бойы алаңдадың. Оның тура жолға түскеніне қатты қуанып жүрген шығарсың. Зефирден хабар бар ма? Оның халі қалай екен? Білесің бе, ол қатты өзгеріп кетті. Өте ынталы жігерлі пониге айналды. Ха, тамаша. Қане, кім жал терапиясы факультетін аяқтады деп ойлайсыздар? Жарайсың. Құттықтаймыз балам.
Жарайсың, балам. Мен сені мақтан тұтам, Зефир. Олар соңында алдарында нағыз данышпан тұрғанын түсінді. Әрине, ол үшін еңбек етуіме тура келді. Сен болмасаң, менің қолымнан ештеңе келмейтін еді. Мен сені тек жігерлендірдім. Және бәріне өз күшіңмен жеттің. Шынымды айтсам, қолымнан бәрі келетініне сенімдімін. Үй іздеуден басқаның бәрі. Мен сіздердің үйлеріңізде бірнеше күн тұрамын. Жарай ма? Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.